Қайырлы күн, 9 сынып түлектері. Бүгін сіздермен былтырға келген нұсқаны талдап көрейік. Енді көптеген оқушылардың сұрағы мынандай: бұл нұсқа келе ме, осы есептер бола ма дейді. Бұл нұсқа келмейді, сіздерге бұндай есептер болады, яғни осы деңгейдегі есептер болады. Осы нұсқаны сол үшін талдап сіздерге көрсетіп жатырмын. Көптеген оқушылардың сұрайтын сұрағы сол: осы нұсқа келе ма, бұл бүгін келетін есеп пе дейді. Жоқ, бүгінгі емтиханға сіздерге сәттілік тілеймін. алдын ала қарап алыңыздар, енді қандай деңгейдегі есептер болатынын, қай тақырыптарға байланысты. енді бірінші бөлім бізде 10 сұрақ тест түрінде. Бірінші сұраққа қараймыз: есептеңіз дейді. Дәреженің қасиеттерін пайдаланамыз. Негіздері бірдей болып тұр, онда екеуі бір біріне қосылады. 5-ке минус 2-ні қосатын болсаңыздар, онда 3 кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. 3-тің 3 дәрежесін өзін қалдырасыздар. Екеуі бір бірімен қысқартып кетеді де бірінші жауап сізде с болады екен. Бір мүшені көп мүшеге көбейтіңіз дейді. Енді жақшаларды ашып жібереміз. X-тар мен X-тар негіздері бірдей болып тұр, онда сіздерде дәрежелер не істейді? Қосылып кетеді. 2 мен 3-ті қосасыздар, 5. Y-тің 3 дәрежесі азайтылған 3-тің өзін жазып қоямын. 2 дәрежеге 2 дәрежені қосатын болсаңыздар, X-тің 4 дәрежесі. Онда бұл жауапта сіздерде с жауап болады екен. Үшінші сұраққа қараймыз. Енді қысқаша көбейту формуласы бөліміне қараңыздар. 5b-ның өзін жазып қоямын. А квадрат минус b квадрат ол а минус b, а плюс b-ны береді. Мынаның өзін жазып қоятын болсаңыздар, қысқарады мынаның бөлімімен. Мына екеуі қысқарып кетеді. Онда бізде 5b бөлінген а минус b деген жауап дұрыс болады екен. Ол бізде а жауабында тұр. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Енді мынаның екеуін бір түбірдің астына келтіріп қысқартып жіберсеңіздер болады. Немесе 48-ні мен жаза аламын. 4 пен нешенің көбейтіндісі? 12-нің көбейтіндісі түрінде жазылған да 48-ді. 2 көбейтілген түбір астында 12, 4 түбірден шығып кетеді 2, түбір астында 12 қалады екен. Онда астында да сіздерде 2 түбір астында 12, мына екеуі қысқарады, мына екеуі қысқарады. Енді жауабы сіздерде 1-ге тең. Әртүрлі шығарылумен шығаруға болады. Мына 48-ді 16 көбейтілген 3 деп алсаңыздар болады. Мынаны 4 көбейтілген 3 деп, немесе 1 түбірдің астына енгізіп алып қысқартсаңыздар болады. Енді қайтасымен шығарсаңыздар да жауап сіздерде в жауап дұрыс болады екен. Көбейткіштерге шектеңіз дейді. Алдыңғы нұсқаны қарасаңыздар, мынаның формуласын бергенмін. X1 мен X2-ні тауып аламыз. Көбейткен кезде 15-ге тең болу керек. Қосқан кезде минус 8-ге тең болу керек. Ол 3 пен 5-тің көбейтіндісі. Формула бізде қандай еді бізде? А-ның мәні 1-ге тең, X азайтылған X1, яғни X азайтылған X2. Онда жауап бізде, 5 есептің жауабы бізде А жауабы дұрыс болады екен. Парабола төбесінің координат формуланы жазып қоямын мен. Төбенің формуласын сіздерге m және n деп берейін. Координаталарын. N-нің формуласы минус b бөлінген 2a. b-мыз бізде минус 4, 2 көбейтілген a-мыз бізде 1-ге тең. 4-ті 2-ге бөлетін болсаңыздар 2, енді осы m-ді апарып x-ның орнына қойып жіберетін болсаңыздар n-нің мәні шығады. Яғни 2-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2 қосылған 4. 4-тен 8 азайтамыз, минус 4, 4-ке қосатын болсаңыздар 0. 2-де 0 деген нүкте осы параболаның төбесі болады екен. Бөлшекті бөлімдегі иррационалдықтан құтыл дейді. Енді мынаның түйіндесіне көбейтіп жібересіздер. Түбір астында а азайтылған түбір астында b-ның өзін жазып қоямын. Түбір астында а қосылған түбір астында b-ға көбейтемін да. Алым бөлімін көбейттім, онда алымында көбейтіп жіберуге міндеттімін. Мына екеуі қысқаша көбейту формуласы. Түбір астында а-ның квадраты b-ның өзін береді. Түбір астында b-ның квадраты b-ның өзін береді. Онда 7-ші есептің жауабы бізде енді а жауабы болады екен. Қайта жазып жатырмын. А жауабы дұрыс болады екен. Енді терудің формуласы бізде 9 факториал бөлінген 9-дан 6-ны азайтамыз. 3 факториал, 6 факториалдың өзін жазып қоямыз. 9 факториал деген сөз 9-ға дейінгі сандардың көбейтісі, яғни 6-ға дейінгі сандардың көбейтісі 7, 8, 9. Бөлімінде 3 факториал, 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 және 6 факториал дейді. Қысқартып жүреміз. 1-ге тең болады. 2 мен мынау қысқарады. 4, 9 мен 3 қысқарады. 3. Мыналардың бір-біріне көбейтіп жібересіздер. Қай жауап болады екен? 8-ші есептің жауабы деп комментарийға жазып кетіңіздер. 9-ші есепке қараймыз. Арифметикалық прогрессияның айырымы 4-ке тең дейді. Онда 5-ші мүшесі 17 болса, прогрессияның 1-ші мүшесін табыңыздар. Енді мен 5-ші мүшесін ашып жазып алайын. 5-ші мүшесі деген сөз 1-ші мүшесіне қосамыз 4 айырымды. 5-ші мүшесін беріліп тұр, 17-ге тең дейді.
бірінші мүшесі бізде белгісіз. Қосамыз 4 көбейтілген 4. Онда бірінші мүшесін қалдырамын. 17-тен 16-ны азайтатын болсаңыздар, 1-ге тең. Онда 9-шы есепте С жауабы дұрыс болады екен. 10-шы есепке қараймыз. Енді ықтималдық n бөлінген n. N деп отқандарыңыз барлық сан. Мыналардың бәрін қосып шығамыз. 9-ға 5 қосамыз 14, 14-ке 6-ны қосатын болсаңыздар 20. Осының ішінен көк түсті болу бізде 5. Енді осы екеуін қысқартып жібереміз. Бір-бірімен 4-тен 1 деп отқанымыз ол нешеге тең? Комментарийға жауабын белгілеп кетіңіздер, 10-шы есептің жауабы деп. Арифметикалық прогрессия берілген, бірінші мүшесін табыңыздар. Енді мыналардың бәрін ашып жазып алайын. Үшінші мүшесі деген сөз. Бірінші мүшесіне 2 айырымын қос деген сөз. Бесінші мүшесі деген сөз. Бірінші мүшесіне 4 айырымы қосамыз. Енді таңбаға мұқият болыңыздар. Бірінші мүшесіне қосамыз айырымын. Алдындағы минуспен минус болып кетеді мына жерде. 22-ге тең. Енді екінші мынаның өзін жазып аламын. Төртінші мүше деп отқанымыз, ол бірінші мүшесіне қосамыз 3 айырымы. Тең болады, 16-ның өзін жазып қоямыз. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Айырымдарын қосатын болсаңыздар, бірінші мүшесіне қосамыз 6, 6-дан 1-ді азайтатын болсаңыздар, 5 айырым, ол 22-ге тең болады екен. Мен жерде 2 ұқсас мүшелерді біріктіріп жазып аламыз. Енді мынаны қосу тәсілімен шығаруға болады. Алдыңғы нұсқада көрсеттім. Мен қазір алмастыру тәсілімен шығарып көрейін да. Мен 1-ді қалдырамын, бірінші мүшесін. Осыны апарып, мен мынау бірінші мүшенің орнына әкеліп қоямын. 2 еселенген бірінші мүшесінің орнына 22 азайтылған 5-ті қосу 16-ға тең. Енді мынау екінші нені есептей бастаймын. Онда 44 азайтылған 10 айырым. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болсаңыздар, минус 7-ді 16-дан 44-ті азайтамын. Осы жерде минус 28. Онда айырымымыз бізде 4-ке тең болады. Біз айырымды тауып алдық. Енді осыдан бірінші мүшесін таба аламын. Бірінші мүшесі деп отқаным 22 азайтылған 5 көбейтілген 4. Есептейсіздер, сосын жауабы деп жазуды ұмытпаңыздар. Жауабы деп толық жауабын бірінші мүшесін тапқан мәнін жазып қоясыздар. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мынау формуланы жаттап алуымыз керек. Косинустың формуласы екен. Косинус бізде косинус болып ашылады дейді. Косинус ортасында таңба минус болса, мұқият боламыз, плюс болып кететін дайын формула. Формуланы еске түсіріңіздер. Косинус, синус болып жазылады. Мынаның өзін жазып аламын. Так, астыда дәл сол сияқты косинус. Синус ортасында таңба ауысады. Синус. Мынаның өзін қайтадан жазып қоямын. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріп жібереміз. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетті. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетті. Не қалды бізде? Синус пен синус бета қалды. Косинус бета. Синустың косинусқа қатынасы бізде тангенсті беретін. Синустың косинусқа қатынасы бізде тангенсті береді. Жауабы деп жауабын жазып қоясыздар. 13-ші есеп ойын сүйегі 2 рет лақтырылды, түстен байлардың қосындысы 8 болды дейді. Енді мен алдыңғы нұсқада тура осындай есеп болды. n бөлінген n-нің мәнін мен жазып аламын. 36-ға тең. Не үшін 36-ға тең болатынын алдыңғы нұсқада түсіндірдім. Қараңыздар. Енді 8 түскен ұпайлардың қосындысы 8 болды. Мен керекті жағдайды қарастырайын. 8 болу үшін 2 мен 6 түсіп қалуы мүмкін біреуінікінде. Екіншісінде 6, біріншісінде 2. Сосын 3 пен 5 түсіп қалуы мүмкін. 4 пен 4 түсіп қалуы мүмкін. Сосын қандай жағдайда бар бізде? Керісінше де 5 пен 3. Осындағылар 8 болу үшін. 6 мен 2. Осы неше екенін санап аламыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5 жағдай. Мұнда керекті жағдай 5-еу. Сонда ықтималдылығымыз тең болады. Жалпысы 36, керектісі 5-ке тең. Жауабы деп жазып қоясыздар. Суретте мынау функцияның графигі берілген. Функцияның графигін пайдаланып тапсырманы орындаңыз деген. Біріншісі параболаның төбесінің координатасын анықтау дейді. Бізде x 3-ке тең, y-іміз минус 4-ке тең. Жазып қоямын мына жерде. X-іміз 3-ке, y минус 4-ке тең болады.
функция симметрия өсі дейді, ол мынау x түзуінің теңдеуі. X тең болады 3 деген түзу. Функцияның ең кіші мәні дейді. Функцияның ең кіші мәні бізде -4. Яғни функция деп отырғанымыз мынау y-тің мәніне қарай салыңыздар. Ол -4-ке тең болады. Өсу кему аралы дейді. Енді кемидің аралығы минус шексіздіктен бастап қай жерге дейін? 3-ке дейін, минус шексіздіктен бастап 3-ке дейін ол кемиді, өсетін аралық осы 3-тен бастап өседі. Енді мынау 6 балдық есеп екен. Соңғы мынау функцияның өзінің теңдеуін тауып керек. Енді жалпы функцияның теңдеуі бізде кез келген квадраттық функция берілетін болса, онда келесі түрде біз ықшамдап жазып аламыз. m және n деп отырғандарыңыз ол төбесінің координаты. Төбесін біз жаңа тауып аламыз. 3 және -4 әкеп, мынау m-нің мәні, мынау n-нің мәні. Орнына әкеп қоя салсаңыздар болады. Енді аның мәнін қалай табамыз? Аның мәні 10-ға қарай бір-бірлік жылжыды, үстіге қарай бір-бірлік жылжыды. Бірді бірге бөлсеңіздер бірге тең. Онда бізде аның мәні бірге тең болады екен. Қалған орнына қойып жазасыздар. Сонда x азайтылған 3n мәні азайтылған 4. Мынау функцияның мәні тең болады. Бұл функцияға, функцияның теңдеуі. Енді осы функцияға орнына әкеп, x-ның орнына әкеп нешені қой дейді? -1-ді әкеп қой дейді. X-ның орнына әкеп -1-ді қойыңыз. -1 азайтылған 3 квадрат -4. Онда сіздерде -4-тің квадраты 16, 16 азайтылған 4. Ол бізде 12-ке тең болады. Яғни е сұрағының жауабы бізде 12 болады екен. 15 сұрақ 12-ті ықшамдаңыздар дейді. Ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлімі бізде екеуінің көбейтіндісі. Енді байқасаңыздар, қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Мынаны тоқтау үшін жазып қоямын. Мен 5 азайтылған 2 түбір астында 6. Мынаны тоқтау үшін 5 қосылған 2 түбір астында 6. Бірге көбейтіп шығасыздар. Мынау қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадрат. 5-тің квадраты 25. Азайтылған 2-ның квадраты 4. 6-ға көбейтсеңіздер 24. 5 пен 5-ті қосамыз 10. Мына екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда бізде 10 бөлінген 1 қалады екен. Онда жауабы сіздерде 10 болады. Сосын жауабы деп жазып жүріңіздер жауабы. Жауабы бізде 10-ға тең екен. Так. 16 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Біріншісі квадрат теңсіздік. Алдымен 0-ге теңестіріп аласыздар. Онда x квадрат тең болады. Енді бірінші теңсіздікті мен жазып қояйын. Бірінші теңсіздікті шешіп жатырмын. 3x квадраты 12-ге тең. Онда x квадратымыз 4. X-іміз плюс минус 2-ге тең болады. Енді осыны интервалдарға белгілейміз. Минус 2. Таңбасы бізде плюс, минус, плюс. Көптеген оқушылар осыны қиналып жатады. X квадраттың алдына таңба қараңыздар, сосын кезектесіп отырады. Қайталанбайды таңба. Онда бізде керегі артық деп тұр, онда плюс шығады. Мынау аралық керек. Бірінші теңсіздікті шығарып алдым. Енді екінші теңсіздікті қарастырамын. Енді мынаны алдыңғы нұсқада мен басқа бір тәсілмен көрсетемін. Қазір жақшаларды ашып көрейік деп квадраттық формуланы пайдаланып. Қысқаша көбейту формуласы. 2-ның квадраты 4 азайтылған 10, алдындағы x бар, қосылған 25x квадрат. 16 келесі жаққа түсіп. Тең 0 деп шығарамыз. Тең 16-ның өзін жазып қояйын. Енді мынаны 25x квадрат минус 20x. 16 келесі жаққа өтіп, минус 16, 4 пен минус 12 болады. Тең болады. Дискриминантпен шығарсаңыздар болады. b квадрат 400 азайтылған 4 көбейтілген 25 көбейтілген минус 12. Қосылып кетеді. Ортасындағы минус таңбамен тамағын болыңыздар. Мынаны көбейтетін болсаңыздар 100, 1200-де қосатын болсаңыздар 1600 болады екен. 1600 ол нешенің квадраты? 40-тың квадраты. Енді x1 мен x2-ні істерде таба салайық. Осы жерде бізде қандай болады?
бөлімінде сіздерде 2 көбейтілген 25. Онда 2 түбір шығады екен бізде. Қосатын болсаңыздар 60, 60-ты 50-ге бөлеміз. Онда мына нөлдер қысқарып кетіп 1,5-тен 1. Бұл бірінші түбір. Екінші түбірін қараймыз. Минус 20 бөлінген 50. Нөлдер қысқарып кетсе, минус 5-тен 2. Енді мен мынаны астына белгілей салайын. Минус 5-тен 2, минус мынадан кіші. Артық немесе тең деп тұр, сондықтан боялады. Минус 5-тен 2. 1,5-тен 1. Мынау жерде жатыр. 1,5-тен 1. Таңбасы тура жаңағы сияқты x квадраттың алдына таңба қараңыздар. Плюс, минус, плюс. Бізге керегі плюс жағы. Сондықтан мен плюс жағын қояйын. Енді осы екеуінің де боялған жерін жауап ретінде аламыз. Онда минус шексіздіктен минус 2-ге дейін жауабы 1 еді, 2-ден плюс шексіздікке дейін деген жауап дұрыс болады екен. Турист А және Б қалаларын бір-біріне қарама-қарсы бағытта бір уақытта жолға шықты. Бірінші турист екінші туристке қарағанда 20 км сағат. Енді мына жерде бірінші туристің жылдамдығын мен екінші туристің жылдамдығын қарастырайық та. Бірінші турист екіншіге қарағанда 20 км сағат артық жылдамдық. Яғни екінші туристікі мен жылдамдығын x деп алсам, бірінші туристікі осыған қарағанда 20 км сағат жылдамдық артық екен. Алдыңғы сағатта v деп шығарсам, көп оқушылар түсінбей қалыпты алдыңғы нұсқада. Сондықтан x деп қарастыра берейін. Енді бұндай есептерді шығарған кезде кесте құрып алсаңыздар тез шығады. Арақашықтық SV-ді тура осы ретпен жазыңыздар. Сосын мына жерге бірінші туристікі, мына жерге екінші туристікі. Екеуінің де жүрген жолы 280 км. Екінші туристің жылдамдығын мен x деп алдым. Онда мынаны x қосылған 20. Енді бізде формула бар. S тең болады жылдамдық уақытқа көбейтесіздер. Осыдан біз t-ны табатын болсақ, S-ті v-ға бөліп тастаймыз. Осы формуламен мен мына t-ларды тауып, яғни S-ті 280-ді мынаған бөліп тастаймын. 280-ді мен уақытты тауып жатырмын. X-қа бөліп тастаймын. Енді қараңыздар. Бірінші турист екіншіге 20 км жылдамдық, 2 сағат 20 минутқа ерте келді. Мен 2 сағат 20 минутты неге айналдырып алайын? Сағатқа айналдырып алайын, да? 2 сағат 20 минут 60-қа бөліп тастайын. 2,3-тен 1. 3-тен 7 деп жазды. 3-тен 7 сағат. Енді біз теңдеулер жүйесін қалай құрамыз? Біріншісі жылдамырақ жүреді, яғни ерте жетеді. Онда екіншінің кететін уақыты біріншіге қарағанда азырақ. Мынадан көп жүреді. Екінші турист. Сондықтан екіншінің уақытынан азайтып тастаймыз. Бірінші турист кеткен, бірінші турист ертерек жетеді ол. Сондықтан уақыт көбірек жүретінен азырақ жүретінді азайтып тастайсыздар. Енді өлшеп рационал теңдеулерді шығару, ортақ бөлімге келтіресіздер. Ортақ бөлімі x қосылған 20. Мынаны көбейтетін болсаңыздар, плюс 16, 4, 2 нөлі бар, да, мына жерге. Минус 280x. 3-тен 7-нің өзін жазып. Енді асықпай мұны екеуін қысқартып жіберемін. Мына жақшаны ашып алайын да 7-ге көбейтемін. X квадрат, 7x квадрат, 20x, мынаумен қосатын болсаңыздар 140x тең болады 3 пен 5600-ді 3-ге көбейтемін. Енді барлығын 7-ге бөліп жіберсеңіздер, бұл есеп тезірек шығар. Барлығын 7-ге бөліп тастайық. Онда x квадрат плюс 20x. 5600 7-ге бөлсеңіздер 80. 80-ді 3-ге көбейтетін болсақ, 200, 2400 да? 2400 келесі жаққа өтсе ол минус 2400 болады. Тең болады 0-де. Енді дискриминантпен шығарсаңыздар болады, немесе x1 мен x2-ні вет бойынша шығарсаңыздар, 60 пен
қырықтың көбейтіндісі ол 2400-ді береді. -20 шығу керек, онда мына таңбаны үлкенмен алынамыз. Мынау сіздерде бөгде түбір болады. Өйткені жылдамдық теріс таңбамен алынады. Мынау сіздерде екінші туристің жылдамдығы екен. Онда бірінші туристің жылдамдығын тауып аламыз. Бірінші туристікі бізде v1-ді белгілей салайын. Ол сіздерде x қосылған 20, яғни 40-қа 20-ны қосамыз. 60 км сағат. Жауабы деп жазып қойса, бірінші туристің жылдамдығы 60, екінші туристің жылдамдығы 40 км сағат болады екен. x1 мен x2 түбірлері берілген мынау өрнегінің қанағаттандырады n-нің мәнін табыңыздар дейді. Енді мынау a-ның мәні 1-ге тең, онда бізде v теоремасы не дейді? Мыналардың көбейтіндісі түбірлерінің көбейтіндісі. Ол бізде m-ға тең болады. Ал қосындысы нешеге тең болады? Қосындысы x1 мен x2 қосқан кезде мына b-ның қарама-қарсы таңбасына көбейткен кезде мынаған тең болады, қосқан кезде мына қарама-қарсы таңбасына тең болады. Енді осы өрнектің екіншісінен шығатын бізде x1-іміз тең болады 3 азайтылған x2. Осыны барып біз мынау x1-дің орнына әкеп қойып жіберейік мына жерге. Сонда 5 3 азайтылған x2 азайту өзін жазып қоямыз. Жақшаларды ашып жібересіздер. Онда -7x2 -27 -15 ол бізде -42. Онда екінші түбірі бізде 6-ға тең болады екен. Енді бірінші түбірін таба саламыз. Бірінші түбірі 3-тен 6-ны азайтамыз, ол -3-ге тең. Мынаған қарап жатырмыз. Енді екеуінің көбейтіндісін табыңыздар, ол m-ді береді бізде. Онда m тең болады 6-ны нешеге көбейтеміз? -3-ге көбейтіп жібереміз. Ол сіздерге -18 жауабы деп жазып қоясыздар. Кестеде 490 бағалар берілген. Таңдама көлемі деп отқан мыналардың қосындысы 1-ге 2-ні қосамыз, 4 3-ті қосамыз, 6 10-ға тең болады екен. Енді шығару толық жазыңыздар. Орта мәні дейді. Орта мәні деп отқандарыңызды вариантаның орта мәні екілік бағадан біреу кездеседі екен, 2-ні 1-ге көбейтесіздер, қосамыз. Үштік бағадан 2, қосамыз. Төрттік бағадан 4, қосамыз. 5-тен 3. Осының барлығын жаңа таңдама көлеміне бөліп тастаймыз. Мыналарды қосып жауабын комментарийға жазып қойыңыз, нешеге тең болатынын бөліп. Енді салыстырмалы жиілік деп отқандарыңыз, мына 1-ді көлемге бөліп тастаймыз. 0,1, 2-ні 10-ға бөліп тастаймыз. 0,2, 4-ті 10-ға бөліп тастаймыз. 0,4. Сөйтіп жазып қоясыздар. Тексеріп алу үшін мыналардың барлығының қосындысы 1-ге тең болу керек. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді қарапайым жақшаларды ашасыздар. 2-ның квадраты 4, x-ның квадратының квадраты 4 дәрежесі болады, y-дің 6 дәрежесі көбейтілген -1-ді жақшаның сыртына 3-ге көбейтеміз. X-дің -3 дәрежесі көбейтілген y-дің 6 дәрежесі. Мұны екеуі бір-біріне қысқарады. Бізде қалған 4 x-дің мұны екеуі бір-біріне қосылады. 4-ті -3-ге қосатын болсаңыздар 1 дәреже. Сонда жауап сіздерде 4x болады. Бүгінгі емтиханға сәттілік. Барлықтарыңызға жоғары балл алып шығуға тілектеспін.